Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Есімім Назерка Айданғалиқызы. Авиация колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысымын. Бүгін бізде қазақ тілі мен әдебиеті сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің «Дүние қалай етсең табылады» әңгімесі. Жалпы біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты Ыбырай Алтынсариннің өмірімен және шығармашылығымен танысу, сонымен қатар «Дүние қалай етсең табылады» әңгімесін оқи отырып, оқушыларды еңбекқорлыққа, жалқаулықтан аулақ болуға шақыру. Жалпы сабағымызды бастамас бұрын мына бір сұрақтарға жауап беріп көрейік. Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсариннің қандай шығармаларын білесіздер? Және «Дүние қалай етсең табылады» деген әңгімеде қандай мәселе көтеріледі деп ойлайсыздар? Жалпы сұрақтарымызға жауап беру үшін мына бір аудио мәтінді тыңдап алайық бірінші. Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин ағарту ісімен қазақ мектебінің тарихында өшпес із қалдырған қайраткер. Кел балалар оқылық деп, қазақ балаларын білім алуға шақырып, тұңғыш мектеп салып, оқулықтар жазумен айналысқан ағартушы. Ыбырай қандай қызметтерде болған? Ыбырай қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Әкесі ерте қайтыс болып, атасы Балғожа бидің қолында тәрбиеленеді. Мектепті бітіргеннен кейін 3 жылдай атасының қол астында кеңсе қызметкері, одан кейін Орынбор басқармасында тілмаш болып жұмыс істеді. 1860 жылы облыстық басқарма тарапынан Ыбырайға Орынбор басқармасына Торғай, қазақ балалар үшін бастауыш мектеп ашу тапсырылды. Ыбырай осы мектепке орыс тілінің мұғалімі болып тағайындалды. Ыбырай Алтынсариннің күшімен қандай мектептер ашылды? Ағартушылық идеяларымен жігерленген Ыбырай қазақ ауылдарын аралап, халыққа білім алудың мәнін түсіндірді. Қазақ жұртшылығынан қаражат жинастырып, мектеп үйін салуға кірісті. Оның ұйымдастыруымен салынған жаңа мектептің ашылу салтанаты 1864 жылы 8 қаңтарда болды. Бұл мектепте алғашқыда 14 бала білім алып, мектеп жанынан балалар жатып оқитын интернат ашылды. 1884 жылы Ыбырай Алтынсариннің басшылығымен Қостанайда 2 сыныптық орыс-қазақ училищесі ашылды. Сондай-ақ Ыбырай Алтынсарин жергілікті халық арасынан мамандар даярлауға ерекше көңіл бөліп, қолөнер және ауыл шаруашылық училищелерін ашу үшін көп күш-жігер жұмсады. Училищелерге мұғалімдер мен оқушыларды тарту жұмыстарымен де айналысты. Ыбырай Алтынсарин қазақ мектептеріне арналған қандай оқу құралын жазған? Ыбырай Алтынсариннің өзі орыс қазақ мектептерінің оқушыларына арнап оқу құралдарын жазды. Бұл оқу құралдары білім алушы жастарға үлкен көмекші құрал болды. Олар қырғыз-қазақ хрестоматиясы және қырғыздардың, қазақтардың орыс тілін үйренуіне бастапқы нұсқау деп аталды. Біз надан боп өсірдік, ектегі сақалды, өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды. Біз болмасақ сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Жақсы, студенттер, аудио мәтінді тыңдап алдық, Бұл аудио мәтіннен қандай ақпарат алдық? Яғни, Ыбырай Алтынсариннің қай жерде дүниеге келгендігі, оның қандай еңбектері бар екендігі, соның ішінде қандай өлеңі және қандай оқулықтар жазған туралы ақпараттарға қанық болдық. Жақсы, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол Ыбырай Алтынсариннің «Дүние қалай етсең табылады» әңгімесін талдау болатын. Жалпы сабағымызда кездесетін жаңа сөздерге назар аударайық. Бүгінгі біздің сабағымызда тіленші деген жаңа сөз кездеседі. Мүмкін естіген шығарсыздар бұрын, мүмкін бұл сөздің синонимін қолданған шығарсыздар. Тіленші, қайыршы деп айтамыз. Ел аралап, қайыр садаққа сұрап жүретін адамды тіленші деп айтаймыз. Одан кейін есті кісі. Есті кісі деп біздер ақылды, парасатты адамдарды айтамыз. Одан кейінгі біздің жаңа сөзіміз бұл шүберек деген сөз. Біз оны
қиылған жыртылған шағын матаны айтамыз, және де бейтаныс адам деп айтамыз, орысша незнакомец дейміз. Иә, бейтаныс ол бөтен, таныс емес, жат адамды айтамыз, бейтаныс адам деп. Енді біздің әңгімемізге назар аударайық. Мен сіздерге әңгіменің толық нұсқасын қойып қойдым. Жалпы дүние қалай етсең табылады әңгімесі Ыбырай Алтынсариннің оқушылардың түсінігіне сай, қарапайым, күнделікті өмірде көріп жүргендей құбылыс ретінде жазылған әңгімесі. Әңгімені оқып отырған кезде әр адамның бірден жаңағы ойға қалары сөзсіз. Бұл жерде баланың өзіне тақырыпты талдатуға болады. Біріншіден біз балаларға дүние деген не деген сұрақты қоямыз. Иә, дүние деген не? Жалпы студенттер, бұл әңгімеде 1791 жылы, кешіріңіздер, университетте оқып жүрген студенттің әр 7 сайын Версаль қаласындағы шешесіне барып жүргендігі айтылады. Яғни әңгімені жазып отырған автор әрдайым өзінің жолында, жүретін жолында Антон деген бір тіленші жігіттің көрінгеннен қайыр сұрап отыратындығын көреді. Бір күні ол тағы да бір сол жолмен келе жатып, бір бейтаныс кісіге ұшырасып қалады. Яғни баратын жолы бір болған соң, сол жігітпен бірге жүреді. Сол кезде баяғы әдетімен жаңағы Антон деген қайыршы жігіт олардың алдынан шығып қайыр сұрайды. Ол неге қайыршылыққа түсті, оны осы жағдайға не түсірді деген ойға тап келуге болады. Жалпы адам өзінің өмір жолында әртүрлі қиыншылықтарға тап келуі мүмкін. Бұндай қиыншылықты жеңіп шығатын адамдар да бар, жеңіп шыға алмайтын адамдар да бар. Жалпы әңгімен сол бейтаныс жігіт кездесіп қалады. Одан кейін сол бейтаныс жігіт Антонға қарап былай деп айтады: сен түріңе қарасам өте бір есті кісі сияқтысың, ақыл-есің сау адам сияқтысың. Мен саған бір жаңағы ақыл айтайын. Мен де сен сияқты жағдайым нашар болды, бірақ мен сен сияқты көшеде отырып тіленшілікпен айналыспадым дейді. Яғни сенің түріңе қарасам күш-қуатың бар, жұмыс істеуге бай болғың келсе, мен саған бір ақыл айтайын дейді. Ол қандай ақыл айтады? Яғни өзінің қалай осы жолға, қалай жаңағы жағдайының жақсарғандығын айтады. Бұл бейтаныс адам кішкене кезінде далада жатырған, қиылған, қоқыстарда жатырған шүберектерді жинап, сол шүберектерді қағаз дейтін фабрикаларға барып сатқандығын баяндайды. Сөйтіп, ол жаңағы сол жолда жүріп, бірнеше жылда бір жақсы ақша тапқандығын айтады. Содан кейін қағаз фабрикасына жұмысқа кіріскенін айтады. Өзінің жұмысына нық болғандығын, жалқаулықты білмегендігін айтады. Бұл айтылған ойлар, бұл айтылған сөздер Антонның ойын өзгертеді. Антон бұдан кейін ұзақ ойланып, тіленшілік етуін қойып, ол да еңбек жолына түседі. Кейін әңгіменің соңында жаңағы француз жігіт Брюссель деген қаладан өтіп бара жатқан кезде бір кітап сататын дүкенге кіріп қалады. Сөйтіп кітап сататын дүкенге кірген кезде жаңағы бір өзінің жұмысшыларына олай деп жұмыс істе, былай жұмыс істе деп айтып тұрған бір таныс кісіні көріп қалады. Сөйтіп бір-біріне қарап тұрған кезде жаңағы жігіт келіп, мына Брюссельге кетіп бара жатқан жігіт, анасына кетіп бара жатқан жігіттен сұрайды ғой: айып етпесеңіз, мен сізден сұрайын, сіз 25 жыл бұрын жаңағы оқу оқып жүріп, жұма сайын, апта сайын Версальдағы үйіңізге барып жүруші ме едіңіз деп. Сол кезде жаңағы жігіт айтады: ойбу, сен Антонбысың деп. Иә, мен Антонмын, сол кездегі сіздер көріп жүрген тіленші Антонмын деп жауап береді. Яғни
және айтады, бір күндері сіздің қасыңызда өтіп бара жатқан бейтаныс адамның сөздері менің көңіліме қонып, мен тіленшілікті тастадым, қазіргі кезде ісіме нық, малыма күтімді адамдардың қатарынанмын деп. Яғни бұл әңгіме арқылы Ыбырай Алтынсарин бізге не жеткізгісі келеді? Әңгіме арқылы жалқаулықтан аулақ болып еңбек етуге талпыну керектігін, еңбектің түбінде бәрін жеңетінін көрсетеді. Яғни біз бұл әңгімені қандай мақал мәтелмен қорытындыласақ болады, студенттер? Біз білеміз, еңбектің адам өмірінде қаншалықты маңызды екендігін, еңбек еткен адамның түбінде бір жетістікке жететіндігін. Осы жолда еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген мақалды әрдайым өзіміздің жадымызда ұстап жүруімізге болады. Енді студенттер, мен сіздерге осы мәтін бойынша тапсырмалар берейін. Осы тапсырмаларды орындаңыздар. Мәтіннің мазмұны бойынша 5 сұрақ құрастырыңыз. Және мәтін мазмұны бойынша сіздерге сұрақтар. Студенттің досы Антонға не үшін кеңес берді? Бейтаныс адам жетістікке жету үшін не істеді? Антон айтылған сөзден қорытынды шығара алды ма? Қалай ойлайсыз? Егер Антонға бейтаныс адам ақыл айтпағанда, ол осындай жетістікке жетер ме еді? Жауаптарыңызды пікір жазатын жерге жазып кетсеңіздер болады. Және келесі бір тапсырма, бұл бізде мәтін мазмұны бойынша берілген кестені толтырыңыз. Жалпы мәтінде көтерілген мәселені анықтау, бейтаныс адамның бойынан қандай қасиет көрдіңіздер, бейтаныс адамның бойынан көрген қасиеттеріңізді санамалап жазу, және мәтін мазмұнын ашатын ең негізгі сөйлемді жазу. Сіздерге бүгінгі тақырып, яғни Ыбырай Алтынсариннің өмірі, шығармашылығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де тақырып сіздерге түсінікті болса, пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Сіздерге сабақты тыңдағандарыңызға көп рахмет айтамын. Және де зейіндеріңіз ашылсын дегім келеді. Көп рахмет, сау болыңыздар.